Кайырлы таң баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін таңертең садикке баламды апарып тастағам. Енді деген срочно тақия керек деп жатыр. Қазір шарасы болайын деп жатыр. Мен оның үстіне жакетін тіктім да, тақиясын тіккен жоқпын. Енді мына тақияны жұмысқа келіп утектеп дайындап алдым. Мына ішіне жаңағындай фетр, фетр, жаңағы паутина, мата бәрін жабыстырып алдым бір-біріне. Үстіп қосып енді осының үстін былай тігетін боламын. Сосын өрнектерін жасап шығам. Ал мына жердегі наклейка жабыстырып тастадым. Енді осының үстінен бір тігіп жасап тастаймын. Бір тігіс көкжеппен. Сосын баламның басына кигізіп келемін. Үлгеретін болармын сағат 10-ға дейін. Осылай үшбұрыштетіп тақияны кесіп тастаймыз. Ана шамалы жерлерінен қарап, тігілмеген жерлерінен қарап. Мына ыңғайсыз бір ғой. Осылай етіп кесіп тастаймыз. Ал енді осылай дайын болды. Енді мәселе мынаны деген мына бір жеріне зигзагтап қосуым керек. Бірақ менде зигзаг үйде, сондықтан осы машинканың көмегімен бірдеме етіп шығаруым керек. Бала үшін не істемейсің? Осылай қатты материал болса да соны тігіп жатырмын. Қаттылау енді, бірақ тігіп жатырмын. Екі қайтара тігіп шықтым. Ал осылай шықты енді. Керемет тақия болып шықты. Іші тек кішкене мынандай, негізі зигзагпен тігілетін еді жалпы. Ал кеттім енді осыны садикке апарып басына кигізіп келейін. Үстіндегі кофтасымен, үстіндегі жакетімен бірдей как раз орнаменті апарып кигізіп тастайын. Ал құтты болсын мереке баршаңызға келтірген ұлыстың ұлы күні. Ақмол болсын деп кеттім ал.